Айналайын сөзінің мағынасы. Айналайын құлаққа жағымды естілмей ме? Бәлкім, жүрекке жылу берер. Көбіне қазыналы қарттарымыздан, асыл әжелерімізден, ардақты аналарымыздан айналайын деген жылы сөзді естіп, жан жүрегіміз елжіреп, тұла бойымыз тебіреніп жатады. Айналайын құлыншағым, айналайын көзімнің қарашығы, айналайын Құдай бере салған деген сөздерді немерелеріне еркелетіп мәпелеп жататын аталарымыз бен әжелеріміз аз емес. Адамды аластағанда да, ыдыс-аяқ сынғанда да адамның басынан айналдырып жатады. Енді осы айналдырудың түбінде тамыры терең тарих, неткен мағына жатқанын білесіз бе? Егер білмесеңіз, жақынырақ отырып, зейін қойып тыңдаңыз. Ал енді бұл сөздің шығу тарихы қандай? Бұрынырақта кәрі кісілер дертке шалдыққан жастарды аман алып қалу үшін өздерін құрбандыққа шалған. Ол үшін сырқаттанып жатқан жас адамды киіз үйдің ортасына жатқызып, қарт кісі 3 рет айналып, есікке келгенде айналайын деп дауыстайды екен. Бұл ырымнан кейін жас адам сауығып, сол ырымды жасаған қарт ауруға шалдығып, немесе жан тәсілім ететін болыпты. Қазақ содан бері бұл асыл сөзді ұмытпай, балаларына айналайын деп еміренеді екен. Ондағысы, сенің жолыңда менің жаным құрбан, болмаса сенің мұңыңды маған берсін деген екен. Ойлаңызшы, қазағымның бір ғана сөзінде қаншама тылсым, жанашырлық, мейірімділік пен балаға деген шексіз махаббат жатыр. Айналдыру ежелгі дәстүрдің сарқыншағы болғанымен, бұның артында түркі дәуірінен келе жатқан сенім тұр. Шетелдік досы қазақша қимастықтың, сыйластықтың ұраны болатын сөз сұраған кезде, сөз қадірін жетік түсіне білген ағамыз Кәкімбек Салықов айналайын деген сөзді айтыпты. Бүкіл әлем сөйлегенде бір тілде айналайын деген сөзді сақтармыз деп жырға қосыпты. Шынында да ойланып қарасақ, айналайын сөзін ешбір өзге тілге аудара да, өзге ұлтқа түсіндіре де алмайды екенбіз. Яғни ол тек қана біздікі, яғни қазақтікі. Бұл жайлы қазақтың бір туар ақыны Олжас Сүлейменов атамыздың айналайын, келсе орайы, қолайы, сенің үшін жаным пида толайым, дейді қазақ ұл қызына қымбатты, қарашығым, құрбандығың болайын. Мен қайғырам, зәбір көріп қайқалып, қасіретке барар болса қайғалып, айналайын, о қара жер айналшы, мен өлейін бір көзіңмен айналып, деген өлең жолдарынан да білуге болады. Мінекей, осындай терең мағыналы сөздерді неліктен күнделікті қолданбасқа? Айым, күнім деген сөздің орнына айналайын деп айтып көріңізші. Мүмкін жүректен жүрекке жетер. Осылай деп әңгімесін аяқтапты жазушы. Әңгіме үзіндісі интернет желісінен алынды. Осындай жүйелі әңгімені жеткізген авторға алғысымды айтамын.